сәлем. Бұл бөлімде біз текст сообщениеге арналған уақыт қосамыз, яғни чатқа жіберген сообщениелердің уақытын көрсетіп тұрады. Бірінші дата базданықта timestamp'ты integer ретінде көрсетеміз, және оны базданықпен соединить етеміз. Message Java'да бұны timestamp'ты көрсететін боламыз. Дальше chat activity'де біз save message арқылы оны базданыққа timestamp'ты миллисекунд деп көрсетіп сақтайтын боламыз. Және де оны load message'ге қосамыз timestamp'ты и load message'ті базданықтан сол уақытты қайтадан шығаратын боламыз. Message adapter'де біз оны формат timestamp деп simple date формат арқылы читабельный көрсетіп, оны сағатпен, минутпен көрсететін боламыз. Және де text view арқылы text timestamp'ты интерфейстен қай жерінен шығаратынымызды көрсететін боламыз. Запуск. Создать чат. Текст 1. Текст 1-ге. Тест текст. Бізде мына 11-ден 17-ге сообщение жіберілді.